Автобустардың ескіруі, шыны аялдамалардың сапасыздығы және азық-түліктің талапқа сай келмеуі. Облыс әкімі қоғамдық қабылдау өткізіп, бұқараның базынасын тыңдады. Әйелін түн ішінде өлтіріп, немере інісі екеуі орманда көмген. Облыс орталығында адам сенгісіз айуандыққа барған Қос Петропавлдыққа қатысты сот үкімі оқылды. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Петропавлдық Ольга Данчина мемлекеттік грант алып, үйінде ірімшік өндірісін бастады. Я жил в селе Узункөл, которое непригодно для жизни. Мен Ұзынкөл ауылында тұрдым. Бұл елді мекенде адам саны өте аз. Осыған байланысты суда, жолда жоқ. Тұрғындар жұмыс таба алмай отыр. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жаңа жылдағы алғашқы қоғамдық қабылдау өткізді. Аймақ басшысына бірінші болып Ғабит Мүсірепов ауданының тұрғыны Ағыбай Байтоқов жүгінді. Ол өзін болашағы зор ауылға көшіруді сұрайды. Бұл кісі Червоный ауылындағы шаруа қожалығында 20 жыл механизатор болып еңбек етті. Жұмыстан шыққасын аудан орталығындағы элеваторға орналасты. Көп ұзамай шаруа қожалығына қайта оралды. Алайда 2 күндесін Ағыбай Жұмағұлұлы ұжымнан кету жайлы өтініш жазды. Азаматқа механизатордан бөлек күзетші, малшы болу ұсынылды. Зайыбына да тауарлы сүт фермасынан орын табылды. Бірақ бас тартты. Мұның өзіндік себебі бар екен. Ағыбай Байтоқов пен зайыбы Червоный ауылында емес, аудан орталығында тұрғысы келеді. Его строили для переселенцев по программе. Аудан сізге Новошимская ауылынан үй ұсыналмайды. Өзге өңірлерден келген жандар үшін салынған баспаналардың барлығына отбасылар кірді. Сіз облыс ішінде қоныс аударушы ретінде жалдамалы баспана ала аласыз. Қазір Червоный ауылында бос үй бар. Бұл мәселе бойынша Ғабит Мүсірепов ауданы әкімінің міндетін атқарушы Ерлан Әділбековпен байланыста болуды сұраймын. Ал Петропавлдық Шолпан Бейсова бірнеше мәселемен жүгінді. Оның басым бөлігі облыс орталығын абаттандыруға және шаһар ішінде жолаушы тасымалдайтын қоғамдық көлікке қатысты болды. Қала тұрғыны нөмірі 25-ші автобуспен жүреді. Азаматшаның айтуынша, ол өте ескірген. 25-ші автобус, олар ескі автобустар, 10 автобус маршрутта жүретін. Соны Беус Тұрсаныш қойылған сізбен қойылған мақсат бойынша біз биыл о жерге аламыз автобусты, жаңа автобус қоямыз. Қазір ескі жүріп жатыр, оны көргенбіз біз. Кімдермен, перевозчиктермен сөйлестік. Кездесуде Шолпан Бейсова осыған ұқсас тағы бір мәселені көтерді. Нәзік жанды Петропавлдағы шыны аялдамалардың ауыстырылғанын қалайды. Северный Қазақстанда тұрамыз, күлді нелердің остановкаларының барлығы стеклянный, прозрачный, мынандай шел, кейбір жерлерінде мынандай әйнек те жоқ, іші толған қар, сыртында біз тұрамыз, қатып тұрамыз, мінекей су қатидым. Где-то скамейки есть, где-то скамеек нет. Аялдамалардың бірінде орындық бар, екіншісінде жоқ. Қоқыс жәшіктерде табылмай жатады. Барлығын реттеу керек. Бұл іске бизнес өкілдерін тартқан жөн. Көшелерге жабық үлгідегі аялдамаларды қояйық. Шолпан Бейсова қойын дәптеріне тағы бір мәселені түрту келіпті. Жерлесіміз шаһардағы сауда орындарының қызмет көрсету сапасы төмен екендігін алға тартты. Сатылатын азық түлік те көңіл көншітпейтін көрінеді. Сосын Мукановадағы магазинге бардым, бір мынандай булочки, мынандай дөңгелек не алдым булочки, қағаздың ішінде тұр, целлофан қағаздың ішінде, іші толған ұсақ мошки, маса. Сосын мен шақырдым, мына не болған сұмдық. Егер де бала алдынан жеп қоса ғой, не кетеді? Если сегодня этот факт есть, значит идет нарушение. Егер мұндай факты тіркелсе, бұзушылық бар деген сөз. Сапасыз әрі бүлінген азық түлік сатылса, адамдар уланады. Мұндай жағдайда сатушы тарап қылмыстық жауапкершілікке дейін тартылады. Осыны түсіну қажет. Біз азаматтардың шағымы бойынша тиісті шара қабылдау қажетпіз. Қоғамдық қабылдау барысында Ғауез Нұрмұхамбетов 4 адаммен кездесті. Олардың мәселелеріне қатысты өңір жетекшісінен бөлек Петропавл қаласының әкімі және бейінді басқарма басшылары толыққанды пікір білдірді. Байболат Бектемірұлы, Дарья Пшмынцева, Александр Янсен, МТРК.
Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Еркебұлан Мамбетов пен Дмитрий Колода жас өркен ықшам ауданында ашылған нөмірі 1 қалалық емхананың филиалымен танысты. Су жаңа нысан былтыр қазан айында халық игілігіне берілді. 2 қабатты ғимаратты тұрғызуға және жарақтандыруға 2 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. 30 мыңнан астам теріскейлікке арналған филиал бір ауысымда 250 жанды қабылдауға қауқарлы. Сдали в прошлом году еще. Мы с прошлого года начали немножко здесь заезжать, обустраивать. Ну, как видите, вот уже таблички, это все уже наше действие. Надписи, если вы видели, это тоже мы уже сами делали. То есть немножко облагораживали здесь территорию. Емхана заманауи талапқа сай жарақтандырылған. Барлық диагностикалық қызмет түрі қолжетімді. Мұнда рентген, флюорография, эндоскопиялық кабинет, функционалдық диагностика аппараттары бар. Для диагностики рака молочной железы, то есть одна из больших скрининговых программ, на которую выделяются большие деньги, тоже та же самая система, аппарат современный, корейский, все оборудование корейское в основном здесь у нас установлено. Қазіргі таңда 300-ге жуық маман халыққа қызмет көрсетеді. Нөмірі 1 қалалық емхананың директоры Николай Новиковтың сөзінше, кадр тапшылығы мәселесі жоқ. Депутаттар нысанды аралау барысында ем іздеп келген қала тұрғыны бұйымтай айналға тартты. Количество реабилитации для инвалидов. Мүгедектерге қатысты оңалту мәселесін шешсе екен деймін. Бұл жерде бар, бірақ қолдану мүмкіндігі шектеулі. Өзімде, күйеуімде мүгедекпіз. Дәрігерлер оңалтуға барыңыздар дейді, бірақ оған қажетті жабдықтардың саны аз. Мәжіліс депутаттары мен мекеме басшысы мәселені мұқият тыңдады. Алдағы уақытта проблема өз шешімін табады деп сендірді. Халықтар көбіне біз жол мәселесі, Габит Мүсірепов жөнінде көп сол жол мәселесі республика көлеміндегі екі бағыттың жолдары да сапасы өте төмен, сондай күрделі, мен өзіме жүктеген сол аудандан сол үлкен мәселе. Оны міне әкім облыспен бірінші күні кездескенде неткеміз көтергіміз сол мәселені и тағы бір алдымызда көтерген сол мен енді сайлау алдында бағдарламада осы газдандыру мәселені көтеріп жүргем сол көбінде әлді есінде соным менен сұрап жатыр, жауабын беріп жатырмын. Жалпы атқамінерлердің өңіріміздегі сапары 3 қаңтарда басталған. Осы уақыттың ішінде олар Есіл, Айыртау, Ғабит Мүсірепов аудандарындағы ахуалмен танысқан екен. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсын, МТРК. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары шаһардағы емхананың жұмысымен толық танысқаннан кейін Аманат партиясы облыстық филиалында қоғамдық қабылдау өткізді. Еркебұлан Мамбетов пен Дмитрий Колода қала тұрғындарының базынасына құлақ тұрды. Ирина Рейбан 7 жылдан бері әділдікке қол жеткізе алмай жүр екен. Сөзінше, оның 25 жастағы ұлын полиция қызметкерлері соққыға жығып мерт қылыпты. Нам не выдают документы. Сколько адвокат пишет, сколько я пишу. Басын тауға да тасқа да соғып, әділдік іздеген ананың мәселесіне қатысты мәжіліс депутаты Дмитрий Колода былай деп пікір білдірді. Если адвокату кто-то отказывает в предоставлении информации, егер біреу адвокатқа ақпарат беруден бас тартса, сіз әділет ақпараттық құқықтық жүйесіне жүгіне аласыз. Әділет органы қорғаушыға дерек ұсынбаған үшін сол мекемені қарап, әкімшілік жауапкершілікке тартады. Біз сіздің сұрауыңызды тиісті жерге жеткізе аламыз. Мәселе бақылауға алынады. Ал жас өркен ықшам ауданының тұрғыны Любовь Жаркованы үйінің қасындағы құрылыс жұмыс алаңдатып отыр. Болашақта оның да баспанасы сүрілуі мүмкін екен. Понимаете, если меня с двух сторон бьют строители, с двух сторон. С одной стороны здесь это накопитель грунта, постоянно машины, бульдозера работают. Здесь у меня застройщик работает, он развернуться тракторами своими не может, машинами, он въезжает мне в двор. к нам обращение в Аманат было сюда, филиал? Нет. Бұл мәселеден жергілікті аманаттықтар хабардар ма? Сізбен бірге оқиға орнына барайық, немесе жауаптыларды осы жерге шақырайық. Мәселені түсіндік, рет-ретімен шешу керек. Біз осы бағыттағы жұмысты қолға аламыз. Жалпы бүгін Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары өткізген қоғамдық қабылдауға 19 тұрғын мәселесін арқалап келді. Халық қалаулылары барлығын қабылдады. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсын, МТРК.
Теплоэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплоэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 62 82. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады. 2023 жылдың 13 шілдесіне қараған түні Петропавлда мына суреттегі нәзік жанды қайтыс болды. Қалай дейсіздер ғой, оны ашуға булыққан күйеуі бірнеше жерден пышақтап өлтірді. Артынша жансыз денені немере інісімен бірге жақын маңдағы орманда көмді. Адам сенгісіз қылмысқа барғандардың аты жөні Надир Абдуллаев пен 20 жастағы Иса Гасанов. Ал ажал құшқан келіншектің аты жөні Виктория Абдуллаева. Жетім қызға осыдан бірнеше жыл бұрын мемлекеттен бір бөлмелік коммуналды жалдамалы пәтер беріліпті. Сол үйде күйеуі және қызы үшеуі тұрған. Қылмыс жасалатын түні отағасының немере інісі қонаққа келген көрінеді. Қолда бар дерекке зер салса, қазаматша тағдыр байлаған жігіттен үнемі тепкі көрген, тіпті ұрыстардың бірінде басы бүтіл көменде жарылыпты. Қылмыс жасалған түн жайлы толығырақ айтайық. Сот медициналық сараптаманың қорытындысы бойынша күйеуі алдымен үйдің сыртына алып шыққан әйелінің іш тұсына пышақ салған, кейін суық қаруды мойнына бірнеше рет соққан. Викторияның демі үзіледі. Осыдан соң күрекпен келген інісі екеуі денені орманда көмеді. Міне, осылай екеуінің де қолы қанға боялады. Көп ұзамай қылмыс жария етілді, тергеп тексеру жұмысы басталды. Ақыры соңында ағалы інілі сот залынан бір-ақ шықты. Бүгін олардың алдағы өміріне қатысты үкім де оқылды. Предусмотрено части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Надир Абдуллаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші бөлігі. Адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату бойынша кінәлі деп танылып, 10 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды. Ол жазаны қауіпсіздік деңгейі орташа мекемеде өтейді. Сот Иса Гасановты да кінәлі деп танып, 1 жыл 6 ай мерзімге соттау жөнінде үкім шығарды. Оған қауіпсіздік деңгейі төмен мекеме белгіленіп отыр. Сот үкімі оқылғасын Викторияның немере әпкесі Марина Ахмадовамен тілдесу мүмкіндігі туды. Ол шығарылған шешіммен келіспейді. По словам Абдуллаева, Виктория вышла с ножом. Этот человек котенка не обидит никогда в жизни. Абдуллаевтың сөзіне сенсек, Виктория пышақпен шығып оған шабуыл жасаған. Мен бұған мүлде сенбеймін. Ол жан баласын ренжітпейтін адам еді. Жазамен келіспеймін. Сіңілім күйеуінен көрмегенді көрді. Үнемі таяқ жеді. Тіпті қызын өмірге әкелгеннен кейін Абдуллаев оларды қабылдамаған да кездер болды. Сот үкімі 16 қаңтар күні күшіне енеді. Демек, сотталушылар осы уақытқа дейін апелляциялық шағым білдіре алады. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК. Бүгін Солтүстік Қазақстан жоғары медициналық колледжіне облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары келіп отыр. Ақ халат киген жандар қонақтарға алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйретпек. Өрт сөндіру бөлімдерінің бірінші мамандандырылған өрт сөндіру, екінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі, үшінші өрт сөндіру бөлімі, төртінші өрт сөндіру бөлімі, бесінші өрт сөндіру бөлімі, және де 13-ші өрт сөндіру бөлімі, және де 25-ші өрт сөндіру бекеті. Жалпы саны 23 қызметкер арнайы алғашқы көмек бағдарламасы бойынша тәжірибеден өтуде. Осы мамандықта 7 жылға дейін жұмыс істеп жүрміз. Жыл сайын алғашқы дәрігерлік көмек бойынша қызметкерлерді оқытамыз. Адам өмірі қыл үстінде тұрған кезде әр секунд аса маңызды. Мұндай сәтте қателікке жол жоқ. Осыны баса айтқан колледж мамандары құтқарушыларға негізгі қағидаларды айтты, іс жүзінде көрсетті. Что шея, голова, челюсть двигается, с возможностью выполнения тройного приема, то есть вот она и запрокидывается, нижняя челюсть двигается, рот открывается.
Курс 6 сағатқа жалғасады, яғни осы уақыт ішінде мамандар білімдерін толықтырады. Кейін әрқайсысына сертификат беріледі. Адамға жаман жағдай болғанда, мысалы, есін талып жатқан кезде тек қана медицина қызметтер қасында болу мүмкін емес қой. Оның қасында жай жүрген адамдар да, соның ішінде төтенше жағдай қызметкерлері де болуы мүмкін. Сондықтан олар, мысалы, жүрек өкпелік реанимацияны жүргізу білу керек. Мен, мысалы, өз пәнімде, Мейірбике ісі негізі пәнінде, осы симуляциялық орталықта пациенттерге жалпы күтім көрсету, егу жасау техникасын, жүрек өкпелік реанимация тақырыбын, және мысалы қоқты катетерлеу сияқты басқа да нелерді, мысалы Хлоя деген бізде жаңа манекен бар, сода бәріне көрсетемін студенттерге. Қазір оқу орнында 1300-ге жуық студент білім алады. Олар 6 мамандық бойынша оқып жатыр. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК. Оқушылар сарайының қабырғасында бейнелеу және сәндік қолданбалы шығармашылық педагогтеріне арналған облыстық семинар өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын жиын бұл жолы 20-ға тарта маманның басын қосты. Шара сурет салудың бастапқы кезеңдеріндегі жұмыс технологиясы туралы шеберлік сағатынан басталды. Қосымша білім беретін ұстаздар мұнда түрлі композиция жасауды және заманауи технологияларды игере отырып, қиялдағы дүниені қағазға түсіреді. Бұл мамандықтың қыр-сырын жақынырақ тануға жол ашады. Сонымен қатар өздерінен тәлім алатын балаларға да жаңашылдық болмақ. Семинарға айыртаулық Мейірбек Тоқанов та қатысып жатыр. Оның 12 жылдық еңбек өтілі бар. Бүгінгі өтіп жатқан облыстық деңгейде өтіп жатқан семинарға қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Бұндай семинарлар бізде жыл сайын тұрақты түрде өтіп жатыр. Және әртүрлі конкурстардың өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Осындай семинарлардан көрген іс тәжірибелерімізді алып барып үйдегі жұмыста балалармен тағы бөлісуімізге болады деген шараларға қатысып жатырмыз. Бүгінгі шараларда біз яғни суретті әртүрлі бағыттарда салуды үйреніп жатырмыз. Тағы да қандай техникалар, жаңадан шығып жатқан техникалармен сурет салуды үйреніп жатырмыз. Кладкада бүлінеді и ол жанып кетуі мүмкін. Абайла, улы газ. Облыс орталығында осындай атаумен акция өтіп жатыр. Оның аясында Петропавл жоғары құрылыс экономикалық колледжі қабырғасында тағылымдық сабақ ұйымдастырылды. Мұнда оқытушы Қабиболла Балтабаев студенттерге пештің салыну ережесін түсіндірді. Бұл енді пештің бір кірпіштің салмағы 3,5 килограмм болғандықтан бір пеш салуға 300-350 кірпіш кетеді. Сондықтан өте салмағы ауыр болғандықтан мына фундаментке, пештің фундаментіне өте назар аудару керек. Мынау фундаментке мысалы дайындардың алдында 1 метр 4 бұрышты тақна пол еден кесілу керек. Пештің дұрыс салынуымен қатар жағылуын да білу керек. Негізгі ережені жастарға түсіндіру үшін мамандар мен студенттер жеке үйге келді. Мұнда басты қағида айтылды және тұрғындарға қауіпсіздік талаптары жазылған жаднама қағаздар таратылды. У нас дрова, уголь, что еще надо? Мен отында көмірде жағам, мұржаны әр қашан тазалатқызып отырам. Жанып жатқан оттың түтіні кедергісіз шығу керек. Әйтпеген жағдайда өмірімізге қауіп төнуі мүмкін. Абайла улы газ шарасы қаңтардың алғашқы жұлдызында басталды. Акция барысында қалалық төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері шаһардағы барлық оқу орнын араламақ. Қаланың арнайы орта колледждерімен бірлесіп елді мекендердің халқына пеш жағу жағдайда төтенше жағдайды болдырмау үшін және дұрыс қолдану мақсатында және төтенше жағдайда улы газбен жарақат алмау үшін өрт қауіпсіздік ережелерін дұрыс сақтану ретіндегі ережелерді жеткіземіз халыққа. Абайла улы газ акциясы Петропавлда жылыту маусымы аяқталғанша дейін жалғаспақ. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК. Варю около 20 видов сыра. В данный момент вот у меня есть из мягких сыров это сыр моцарелла, сыр сулугуни. Здесь вот ниже это сыр фета, бурата, халуми для жарки сыр, либо так его можно кушать.
Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Петропавлдық Ольга Даншина мемлекеттік грант алып, үйінде ірімшік өндірісін бастады. Шикізатты алыстан іздемейді. Бір кездері үкімет қолдауы арқылы алған 2 ешкісі көбейіп, бүгінде 10-нан асқан. Солардың сүтімен ондаған келі ірімшік пен йогурт жасайды. Дәмді әрі бағасы қалта қақпайтын өнімді өзге өңірлердің де тұрғындары сатып алады екен. Сперва мягкие сыры, потом твердые сыры и дальше. Бірінші жұмсақ ірімшік жасадым, кейін қатты ірімшікке көштім. Соңғы уақытта сиыр сүтінде қолданып жүрмін. Табиғи таза өнімге не жетсін? Бір орында тұрмай әрі қарай дамығым келеді. Мақсатым жеке өндіріс орнын ашу және тауарды дүкендерге шығару. Азаматша арманға жету жолында аянбай еңбек етіп жатыр. Нәзік жанды жақында Кока-Кола белестері республикалық жобасына қатысып, 600 қазақстандықтың ішінен $2000 көлемінде грант иеленді. Бұл ақшаға Ресей елінен заманауи құрылғы алынбақ. Айта кетейік, Ольга өзінің қарым қабілетін арттыру мақсатында үнемі оқудан өтеді. Былтыр 2023 жылы біз шамамен 400-ден астам әйелдерге кеңес беріп, оларға оқу курстарын ұсындық. Сонымен қатар бізде қаржылай емес қолдау шеңберінде біз сервистік қызметтерді көрсетеміз. Сол сервистік қызметтерге бізге бухгалтерлік, заң қызметтері, маркетолог және жобаларды сүйемелдеу қызметтері жатады. Осы қызметтерді біз жұмыс істейтін кәсіпкерлерге ұсына аламыз. Балық шаруашылығы бойынша 30 адамдай оқытып шықтық. Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы "Мен кәсіпкер" атты жобасын жүзеге асырып отыр. Осы жоба 2 бағыттан тұрады. Бірінші бағыты бұл әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы, және екінші бағыты бұл салалық оқыту, кәсіпке бағыт деп аталады. Кәсіпкерлік саласында білім аламын дейтін жандарға құлақ қағыс. Биыл мамандар 1000-ға жуық адамды оқытуды жоспарлап отыр. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК. КСРО және Қазақстан жазушылар одағының белді мүшесі Зейнелғаби Иманбаевтың дүниеге келгеніне 100 жыл толып отыр. Осыған орай облыс орталығында кезекті шара өтті. Ауылдың жыры, таланттың сыры атты әдеби кештің шымылдығы қаламы қарымды жазушының үн таспаға жазылған дауысын тыңдаудан басталды. Көзден кетсе де көңілден кетпейтін тұлға Зейнелғаби Иманбаевтың жерлестері жазушыға осылай баға береді. Олар бір туар перзентті жұртшылыққа таныту мақсатында түрлі шара ұйымдастырып жүр. Қазіргі таңда қаламгердің шығармалары мен жеке заттары Шалаққан ауданындағы тарихи өлкетану музейінде көздің қарашығындай сақталған. Жазушы ағамыздың 70 жылдығына арнайы мұражай ашылған болатын мектепте. Сол мұражайды 2009 жылы біздің мұражайға табыстап, жалпы 165 жәдігермен толықты. Бұл 165 жәдігердің барлығы Зейнелғаби Иманбаевтың өмірі мен шығармашылығы жеке заттары болып табылады. Енді әкелген заттардың ішінде ең құндылары деп енді әрине оның қолжазбаларын айтамыз. Кітаптары 17 кітап жазған болатын, соның 13 кітабы біздің қорымызда сақтаулы. Және де 60-шы жылдардың аяғында Зейнелғаби Иманбаевқа ауданның басшылығының берген баспа машинкасы орыс қарпінде, қыздарының айтуы бойынша сол әкелері сол кезде енді барлық шығармалар қазақша жазылғаннан кейін қазақ қарпіне ауыстырып, егеулеп отырып, солай өзіне ыңғайлы етіп жасап алған екен. Жиынға Зейнелғаби Иманбаевтың қыздары мен өзеңгілес қоғам белсенділері де ат салысты. Қаламы қарымды тұлға өзінің зеректігінің арқасында қиындықтарға мойымай қазақ әдебиетінің дамуына сүбелі үлес қосқанын айтуымыз қажет. Шалаққындық Мұрат Құсайыновтың әкесі Зейнелғаби Иманбаевпен тығыз араласыпты. Ол кісі менің әкемнің жолдасы болды. Бірге шығармашылық жұмыс атқарды. Әдебиет, мәдениет жағында қызмет істегеннен кейін әкем екеуі өте сондай жақсы жолдас болды. Ол кісінің кітаптарын бала кезімізден сүйіп оқыдық. Себебі ол кісінің кейіпкерлері біздің ауылдың малшысы, қойшысы, тракторисі, сондай ауыл еңбеккерлерінің өмірінен алынған шынайы кейіпкерлер болатын. Сондықтан да біз сол
өзіміздің ауылдың адамдарын көріп отырғандай сүйсініп оқитынбыз. Ол кісі төсек тартып 10 шақты жыл жатқанда сол қолынан қаламы үзілмей сол өзінің ауылдан келген кісілермен әңгімелесіп, солардың айтқан сөздерімен және өзінің өте бір жақсы қасиеті, адамның мінез құлқын өте жақсы білетін. Анау соны тез қабылдап, соны қағазға түсіруге өте шебер болатын ол кісі. Шара барысында көрмеде қанат жайды. Онда жазушының 17 кітабы, қолжазбалары және жеке заттары ұсынылды. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплейко компаниясы. Теплейко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатты құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплейко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 62 82. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.